Мен Миямын. Сиқырлы кітап жетелеп алға, әкетті мені алыс сапарға. Асықпай аңдап, жан-жақты байқап, зерттейін енді осы елді. Түсімде екен, өмірімде екен, алдымыздағы ғажайып мыңнан екен. Кенеттен қарап қаш төнсе, көресек кетен бері боп менде. Ілесіп бізге югомол және де менімен бірге. Қанатты жайып, самғап жайып, алыс барайын. Мейлі мына мекен, таңға жайып ертегі әлем. Сан рет келсем де, осында өзім екіншіден. Мия деген мына Мияның ертегі әлемі. Алтын мүйізді құлын. Сәлем, Мия. Біз сені сөз қылып отырғанбыз. Солай ма? Мен тамақтануға келдім. Перілер не жейді екен? Иә, не жейді екен? Қабаттаспашы, Паула. Сөйлеуге болмай ма? Сосын айтасың ғой. Кітабын қасынан тастамайды. Тап бір алтын жалатқан кітап сияқты. Расында да солай шығар. Жоқ. Сен де айтасың ау, бұның кітабын қолға түсірер ме едің? Маған кітапты әкеліп бергендеріңе сый сияпатым дайын. Қандай сый? Құрметтейтін болам. Сендерге одан артқандай сый керек? Мен оны сөзге айналдыра тұрайын. Сендер кітапты алыңдар. Шырындағы қалып қойды. Кешір. Көзіңе қарамайсың ба? Ақмақ. Рахмет саған. Бұлардан қалай құтылам деп отырем. Ей, достар, осындайда керек емес пе? Құпия таңбалардың сырын ашпақпысың? Тағы да бірдеңе анықтадың ба? Әзірге ештеңе жоқ. Жай қарап отырмын. Таңбалардың сырын ашқан соң не болады? Әлде бір сиқыр пайда бола ма? Айтшы. Менің кітабым бәрінің назарына іліккен сияқты. Кітапта жердің астына көмілген қазынаға апаратын жол бар ма? Жоқ. Перілер ішетін судың дайындалу әдісі бар ма? Жоқ. Перілер поэзиясы бар ма әлде? Мен білсем, перілер өлең жақсы жазады. Жоқ. Құрылғының құрастырылу үлгісі бар ма? Жоқ. Жердің астына көмілген қазынаға апаратын жол бар Оны ма? сұрадым ғой. Кітапта қазынаға апарар жол бар шығар деп ойлап едім. Басқа әңгіме айтайықшы. Жақсы. Қарашы, білезігің белгі беріп жатыр. Ешікке бару керек. Иә, бұл кітабыңа ен таңғалмаймын. Мынау жел, мынау су, ал мынау алтын мүйіз. Мынау... Мен де білмеймін. Үшеу үш түрлі нәрсе. Бәлкім бірдеңенің атауы шығар. Иә, білсе Винсент біледі. Ендіше, мен білімпаз адаммын ғой. Иә, дұрыс
айтасың? Мүмкін... Сыртқа шыға тұрайын ба? Бірер минуттың ішінде не тындырасың? Енді оңаша қалуым керек. Өзің біл, мен сенен ештеңе жасырмаймын. Ал сен болсаң, айтқың келмейді. Қыздарды түсінбеймін. Мүлдем түсінбеймін. Сәлем, Мия. Құпия сөзді айт. Жел мен су, алтын мүйіз. Ончао атты жаңа үміт пайда болады. Жұмсақ жерге құласам екен. Жұмсақ жерге. Шуды үйреніп келесің. Рахмет. Сәлем, осында екенсің ғой. Юко, не боп қалды? Одан да өз көзіңмен көр. Лирия, не болды? Не болғанын білмейміз. Бантая Сырнайдың тас алқанын шығарғалы Лирияны көрген емеспіз. Бүгін ғана пайда болды. Рас па? Халі жақсы ма екен? Иә, жақсы. Лирия төлдейтін көрінеді. Сонда оның құлыны бола ма? Сенер сенбесімді білмеймін. Неге қонбайсың? Неге? Себебі Лирия қазір төлдейін деп жатыр. Енді қайттық. Қол қусырып отыруға болмас. Жылы сумен көрпе әкелейін бе? Біраққа тұрақ жасау керек шығар. Я, солай емес пе? Деміңді ішіне терең тартшы. Бұдан Лирияның жаны жай таба ма? Жоқ, бізге көмектесесің. Су жаққа баруым керек дейді. Дұрыс айтады. Бірақ тарыңғыр ішіндегі суда дүниеге келеді емес пе? Алайда ол жерді бірде-бір перездеп тапқан емес. Жолды пырақтар көрсетеді. Бұл олардың рәсімі саналады. Артырыңдар. Қорықпа, біз қасыңда боламыз. Кеттік. Сиқырлы кітапта жел мен су, алтын мүйіз, Ончао атты жаңа үміт пайда болады делінген. Ончао? Ол не нәрсе? Сенсен бермасын. Білмеймін, бір үңгірдің аты шығар. Солай ма? Лирия бұл үңгір су жылқысы деп аталатын үңгірдің қасында дейді. Су жылқысы ма? Үңгірі сол жақта ма? Жарайды, қайдағы үңгірді айтып тұрсыңдар. Су жылқысы зор күшке ие. Центропия өзен көлдердің сақшысы. Бірде-бір пері оны жақына көрген емес. Ол орасан зор күштің иесі. Ендеше оған тезірек жету керек біз. Лирияға көмек қажет. Жүріңдер. Анау Пантаяның сарайы ғой. Көмекшілері келе жатыр. Жасырынайық. Мен Лирияны жасыра тұрайын. Бәрі жақсы, тірпетпеңдер. Өтіп кетті, бізді көрген жоқ. Керемет. Лирия әлсіреп қалды. Көп аялдауға болмайды. Бізге су жылқысы көмектесетін шығар. Су жылқысы бізді маңнада жолатпайды. Я. Басқаларды жолата қоймас. Бірақ олар мені тыңдайды ғой. Маған жол көрсетіңдер. Юко, Лирия мен қалған жылқыларды жасыратын жер тап. Біз қайтып келгенше оларды күзете тұрыңдар. Мия, тездетейік. Қара ниеттілер байқап қалмаса жарар еді. Кішірейіп қалатындарымнан әбден мезіп алдым.
аяғыма оратыла бересіңдер. Әбден мезі қылдыңдар. Патшайымым. Жарайды, илмей-ақ қой. Мынау не? Пырақтардың менің сарайыма қарай бет алғанын хабарлауға келдің бе? Мұны қайдан білді деп тұрған шығарсың. Мен патшайыммын ғой, бәрін білем. Бұл туралы жаңа бір көмекшіңнен естідім. Мен бәрін де біліп отырамын. Пырақтар бір жерде бой тасалап тұрған көрінеді. Ендеше қоршап ұстап алыңдар. Олар осында беттесе маңызды себебі барды, соны анықтасақ жақсы болар еді. Ханымым, соны анықтауымыз керек. Менің мәңгі жас болғым келеді. Мына жерде сенделе бермей, пырақтың мүйізін әкеліп бер. Құп болады, патшайым. Айтқаныңызды екетпейін. Бұрынғы қалыптарыңа қашан келетіндеріңді ескертіңдер деген жоқпын ба? Ақымақтар. Ол жер болу мүмкін. Ей! Мұнда біреу бар ма? Мына біз деген құтты үңгірге ұқсамайды. Бір мұндай үңгірдің қанша үңгір бен? Көргем жоқ. Тек үңгірлерді мен басқаша елестеткем. Керемет. Мен де таңғалып тұрмын. Мынаны қара. 4 түрлі жылқы. Әрқайсысының аты аңызға айналған, білемісің? Бұлар жер, жел, от және судың иелері. Көрдің бе? Сен көріп тұрсың ба? Тап осы жерде. Су жылқысы, сенмен сөйлесуім керек. Мен Лирия атты пырақтың досымын. Ол төлде келе жатыр. О! Лирияның осында әкелмесек? Құлынға, Лирияның өзіне тіпті Центропияға да қауіп төнетін көрінеді. Саған солай деп айтты ма? Оны орнынан қозғауға да қорқамыз. Бізге көмектесші. Сыртқа шығыңдар дейсің бе? Тоқта! Кемпір қосақты су жылқысы жасадау дейм. Бұл бір белгі шығар. Не қылған белгі? Қазір анықтаймыз. Мынау жел жылқысы ғой. Жел мен су, алтын мүйіз. Мән-жайды түсінгендеймін. Ол Лирияның қайда екенін сұрап жатыр. Саған жол көрсетеміз. Соңымыздан ер. Бізді Юкоға апар. Келе жатыр. Мынау не? Пырақтарды қоршауға алыңдар. Енді Пантея көпке дейін мазамдалмайтын болады. Қара ниеттілер келе жатыр. Бұларға қарсы тұра алмаймыз, қашу керек. Жоқ, Лирия жүре алмайды. Қазір Мо келеді. Перілер, Лирияны қорғаңдар.
Мынау не қылған жылқы? Бұл ғажап қой. Сендер су жылқысын іздеп таппаушы ма едіңдер? Таптық. Ол бізге көмекке жел жылқысын жіберді. Бұл біздің үңгірге апарады. Лирия, сен үңгірге кеткелі келдік. Кеттік, қызықтан құр қалмайық. Ей, менің де көргім келеді. Ала кетіңдерші. Сау боп тұр. Көмегіңе рахмет. Сенер-сенбесімді білмеймін. Лирия төлде келе жатыр. Қорықпа, бәрі жақсы болады. Енді не болар екен? Қазір көреміз. Мейізіне қараш. Алтын мейіз бар құлынды бұрын көріп кетін. Көргем жоқ. Құлынның аты Ончао дейді. Тура сиқырлы кітаптағыдай. Жел мен су, алтын мүйіз. Ончао атты жаңа үміт пайда болады. Жұмбақтың шешімін енді таптым. Міне керек болса, қанаты да бар екен. Су жылқысы, саған барлық перлердің атынан алғыс білдірем. Бүгін мына құлынның арқасында су жылқысы мен жел жылқысын алғаш рет көрдік. Я. Не істемекші? Көрдіңдер ме? Я, өз көзіме өзім сенбеймін. Бұл жер қаңырап тұрған болатын. Пантея түбіне жеткен еді. Бұл жерге мүйіз тозаңның пайдасы да тимеп еді. Алақай, енді бүкіл арал бұрынғы жайқалған қалпына келеді. Бұл ерекше құлын деп айттым ғой. Мені жақсы көретін сияқты. Құлынды Пантея көріп қоймаса болды. Көрсе, Бәрі құрдымға кетеді деген сөз.
Әлгі Сырнай да көзден ғайып болды. Ал сен Прақтың мүйізіне әлі әкелген жоқсың. Тағы қандай сылтау айтасың? Желден көресің бе? Кәдуілгі жел емес, патшайым. Жел жылқысы. Оның мүйізінен қатты дауыл тұрып бәрімізді көкке ұшырып әкетті. Сенбейсіз бе? Мен рас айтып тұрмын. Кейде ақыл есіңнің дұрыстығына күмәнданам, Гаргона. Патшайым, Прақтардың арасында мұндай күш пайда болса, демек маңызды бір оқиға болған ғой, сірә. Мені босқа сөзге айналдырмай-ақ қой. Сен тағы да жеңілдің. Центропия әлемі түгел білсін. Бүгін перлер үшін айтулы күн. Иә, Прақтар үшін де. Тіпті пандардың өз қуанып жүр. Жарайсың. Маған қарағанда жақсы шад екенсің. Қап, әттеген ай. Бүгін естен кетпейтін керемет күн болды. Бұл күнді жақсылап атап өту керек. Маңызды шараға қатыса алмайтыным өкінішті ақ. Сау болыңдар, достар. Мен қайтып келем, оншау. Күш қуаты тағы таусылып қалды ма? Бұған не болған өзі? Өмірің әлі алда, құлыншақ. Бала күнімде әкем әр кеште осыны оқып беретін. Бұл әкемнің әдетіне айналып кеткен еді. Ал мына білезікті әкем... Кешір, өткенді қазбалайын деген ойым жоқ. Ештен етпейді. Ойындарды жақсы көресің бе? Қызығатыным бар. Жақсы, ендеше мынау саған ұнайды. Мульттоптаманы ағылшын тілінен аударған Назгүл Сабдала. Дубляж режиссері Эльмира Бауыржанқызы. Дыбыс режиссері Ғалымжан Құдияр. Мәтін оқығандар Жанар Нұрболатқызы, Әлима Қайырбек, Абай Досжан, Азамат Шарғын. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2013 жыл. Қайырлы күн, достар.